Сәлем, мен тоқыма әлеміне қош келдіңіздер. Мынау Шәркейді тоқыған видеоларым арасында үзіліс болып қалды. Кешірім сұраймын, егерде кім күтіп жүрген болса. Бүгінгі видеода мен осы Шәркейді аяқтаймын. Сіздерге мынау бірінші видеода бас жағын тоқыды, екінші видеода мынау өрнегін тоқыды, және бүгінгі үшінші видеода былай мынау жанын тоқыды, және өкшесін жабуды көрсеттім. Енді осындай Шәркей шықты. Енді келесі видеода мүмкін тағы да бір видео шығарармын. Өлшемін қалай ұзартуға болады, немесе осыдан өздеріңіз көре беріңіздер. Өлшемін ұзарту үшін, мысал үшін, мына жағынан тағы қатарлар қосуға болады. Мына қатарлар тағы да осылай тіке тағы да көбейтсеңіз болады. Және мына жанындағы қатарларды да көбейтсеңіз болады. Мынау Шәркейіміз тоқуды жалғастырамыз. Алдыменен каналға жазылып, мына видеоларға лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ары қарай тағы да видео көргілеріңіз келсе деген. Және тарата жүріңіздер. Осы YouTube каналдың видеоларын көбірек тоқымашылар, немесе үйде отырған аналар, қыздар, келіншектер өздерінен тоқып алғысы келетін шығар. Немесе тапсырысқа тоқып, табыс тапқысы келетін шығар. Осындай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, тегін видео сабақтарды көріп. Мен осы видеоны түсіру үшін, осы Шәркейді тоқу үшін бірнеше видеоларды көріп, содан бір қорытынды шығарып жасап отырмын орыс тілдегі видеолардан. Енді қараңыздар, ал бастайық. Мұны екінші видеода біз осы жерде аяқтағанбыз. Мына жерде табанның ортасына келіп тоқтадық. Енді осы жерде біз жіпті қиып тастаймыз. Және басқа жерден бастаймыз қайтадан. Өйткені егерде бұл жерден бастайтын болсақ, біздің тоқымамыз дұрыс болмайды. Мынаны былай немесе бүйтпей-ақ былай аласақ болады. Кейін бұны жасырып тастаймыз нені. Мына жіпті кейін жасырамыз ілмектердің арасына. Мына ортасын көрсеткім келеді. Мына жерде біз бағана бір жіпті үздік қой. Соны біз жасырамыз дедік. Мына жіпті біз ішке қарай тартып алайық. Мына ішіне қарай. Ішке қарай кіргізіп жіберейік. Және мына жақтан былай жалғастырып тоқып кете береміз. Егер бірденен мына жіпті жасырып тастағыңыз келсе, кейін қайырып жүргіңіз келмесе, мынандай қабырғалардың арасынан өткізіп жібересіз. Ешқандай байлап, түйін жасаудың қажеті жоқ. Аяққа да батпайды бұл. Негізі былай қиғашынан жасырады. Солай арнасына бір 2-3 сантиметрдей жерге жасырасыз. Егер жаңадан тоқып жүрген қыздар болса, сол кісілерге айтып жатырмын. Ал егер шеберлер болса, ол кісілер біледі. Оларға керек емес. Осылай жасырасыз, болды. Мына артық жерін сізге бірден жасырып тастаңыз. Ал қыздар, біз мына табанын бекіттік, оның жібін жасырып қойдық. Кейін бүйтіп айналып жүрмес үшін. Кейін де жасырсаңыз болады, оның ешқандай несі жоқ. Енді біз мына жерден қатарларды енді былай айналдыра емес, мына жақтан соңына дейін, соңынан былай қарай. Мен мына жерде 9 қатар тоқыппын. Сіз өзіңіз аяғыңыздың өлшеміне қарайсыз. Бірақ менің сіздерге айтатын кеңесім, мына жағын қатты ұзын қылмаңыздар, лажы болса осы жағын қысқарақ қылып, мынау бас жағынан мына жерге дейін, ортасына дейін ұзындау қылыңыздар. Сонда аяқта мықты тұрады, түсіп қалмайды, салбырамай. Енді мен былай қарай қазір 9 қатар тоқимын. Ол үшін мен мынау сол жақтағы ең бірінші ілмекті аламын да. Мынау жіпті мына жақтан былай тартып алам. Тартып алам да, мына жерде 2-3 сантиметр, 3-4 сантиметр қалдырам. Ештеңе байламайым мен бұл жерде. Былай қарай 1, 2, 3. Мынау қалған ұшы кейін мына ілмектердің артынан жасырылады. Түйін болмас үшін, аяққа қадалмас үшін. Енді 37 орамы бар бағаншаны тоқып аламыз. Тіке соңына дейін. Мұны мен 37 ілмек тоқып шықтым. Енді
3 шынжыр көтерілемін. Кешіріңіздер. Және былай қарай тағы да соңына дейін тоқимын. Осылай мен 9 қатар тоқыдым, сіздер 10 қатар тоқисыз ба, 11, 12 қатар тоқисыз ба. Енді өлшеміңізге қарай, лажы болса бұл жағын қатты ұзын қылмаңыз. Егер ұзартқыңыз келсе, мына жақтан бір қатар қосыңыз, мына жақтан қатар қосыңыз, сонда аяғыңыздан түсіп қалмайды. Егер қайта-қайта бұл нәрсені қайталай берсем, тағы айып етпеңіздер, өйткені видеоны кейде қайта түсіреміз. Сонда бір айтқан сөз қайталанып кетуі мүмкін. Осылай тоқып шығыңыз. Одан кейін өкшесіне келген кезде мен өкшесін қалай шығару керек екенін көрсетемін. Ал қыздар, өкшесіне келдік. Енді мұқият болыңыздар. Мен қазір жылдам айтып жіберем. Бұл мына қолымдағы бүйім уже кетіп қалайын деп отыр. Ала берсе. Бұл жерде не істейміз? Мына бірінші, ең соңғысын тоқып алдық, 37-ші ілмегімізді енді бір шынжыр, бір воздушный тоқып аламыз да. Былай қарай, енді осыдан кейін 22 орама жоқ бағанша кәдімгідей ілмек тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22 жасаймыз. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Енді осы 22 ілмекті тоқып болған соң мұқият болыңыздар. Видео түсінбесеңіздер, видео қараңыздар қайта-қайта. Мына 22-ші ілмектен кейін мына жерде біз қысқарту жасаймыз, өкше шығарамыз. Бүйтесіздер, мына біріншісін іліп аласыз, былай жартылай бағанша дейді бұны. 23-шіні, 24-шіні іліп алдыңыз. Енді екеуін де былай тоқып жібересіз, бір ілмек қып. Мына қысқарту болды. Енді біз былай қарай 9 ілмек тоқуымыз керек. 9 ілмек ол біздің өкшеміз болады. Мынадан басқа міне. 1, 2, 3, 9 ілмек тоқып алдық. 9 ілмек тоқып болған соң, енді мына жағынан қысқартамыз. Енді тағы да солай жасаймыз міне. 1 жартылай бағанша, 2 жартылай бағанша, 3-ін бірге. Бұл бұрыламыз. Енді мынадан басқа келесінен бастап тағы 9. Осылай айландырып тоқи береміз. Мына өкше жабылғанша. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді қараңыздар, 9-шы қай жерде? Мына мұқият қараңыздар, мына жерге мына 8 тоқып алдым, 9-шы мына. Мынаның алдында мына қысқартылған ілмек қой. Осы жерден мына 9. Енді келесін қай жерден аласыз? Мына жерден емес, мынау бүйтіп қысқартылған ілмектікі бұл жерден емес. Мына жақтан бастап аласыз. Мына ілмектікі қысқартылған. 1 жартылай бағанша, 2 жартылай бағанша, 3-ін бірге қосамыз. Осылай өкшені былай тоқи бересіз. Мына ілмектердің бәрі аяқталып біткенше. Бәрі біткенше тоқисыз. Одан кейін былай қарай айналдыра мына нені жабамыз. Жаңағы тоқып атқан шәркейіміздің обвязкасын жасаймыз. 2, 3 де осылай қайталай бересіз. Қашан мынау сіздің өкшеңіз ең соңғы ілмектері аяқталғанша.
Егер де біреу артық, біреу кем болып жатса, ілмектер, демек бір жерден қате кеттіңіз. Үнемі санап отырыңыздар. Мына жерде 9-шы, мына 9-шы нан түбінен. 9-шы. Одан кейін мына жерден емес, мына жерден емес, мына жерден. Қарап жақлап, қарамаңыздар. Жартылай бағанша. Қысқарттық. Осылай өкше жабылғанша тоқи бересіздер. Ал қыздарым, мынау өкшені де аяқтайын деп қалдық. Қараңыздар, мына жақтан қазір бізде 2 ілмек қалды, және мына жақтан 2 ілмек қалды. Соңғы ілмектерді тағы да осылай жартылай бағанша етіп жасаймыз. Мына біреуін іліп алдық тоқымай. Енді шетінен іліп аламыз тоқымай. Және бұлай үшеуінен бірақ өткіземіз. Енді бұрыламыз. Қалған тағы да 9 ілмекті тоқимыз. Және мынау қалған 2 ілмекті де солай жабамыз. Мына өкшенің соңына келдік. Мына жерде бізде 2 ілмек бар. Біреуін іліп аламыз, екіншісін іліп аламыз да жабамыз. Енді қараңыздар, мына жер сәл былай неп тұр, ойық. Енді бұны тағы да бір рет жүріп шығайық. Негізі мына өкшенің арт жағы биіктеу болғаны дұрыс. Білесіздер, кез келген аяқ киімде болсын, осындай нелерде болсын, слиткиде болсын, мынау арты өкшенің сәл жоғары болып тұрған дұрыс, өйткені біз тартып киеміз, сол жақтан шешеміз деген сияқты. Мен мына жерін сәл былай биіктеу қылып тағы да қосымша тоқыдым. Енді мынау ең соңғы 9-шы ілмекті былай іліп аламын. Мен өткені былай қарай бұрылуым керек. Оң жағынан тоқуым керек. Оң жағынан тоқуым керек. Былай айналдыра енді тоқимыз. Енді қалай тоқимыз айналдыра? Так, мен жерде 9 болмады ау дейме? 1, 2, 9 болды. Бір іліп алайын мына жақтан. Тағы да. Тегіс болу үшін. Енді былай қарай айналдырып тоқимыз. Енді бірінші қатарды кәдімгідей несі жоқ бағаншамен тоқып шығамыз. Орамы жоқ, кәдімгі ілмек етіп. Мына өкшеде тағы да 9 ғып тоқимыз. Өкшедегісін. Ал енді қазір несіне кеткен кезде, жанына келген кезде қалай аламыз қазір көрсетем. Ештеңесі жоқ, кәдімгі обвязка ғой. Сіздер мүмкін басқаша айналдырып тоққанда басқаша тоқығыңыз келетін шығар, оны өздеріңіз білесіздер. Мен тек өзім қалай тоқыдым, соны көрсетіп жатырмын. Енді қараңыздар, мына жерде бізде орамы жоқ бағанша болды, бағана соңғы қатарда, мына өкшені шығарып жатқанда. Сондықтан бұл жерден бір ілмек аламыз, мына біреу. Ал мына жақта, мына орам бар бағанша тұрған жерде ұзынша болып тұр. Бұл жерде екеуден аламыз. Әр қайсынан екеуден аламыз. Так. Енді мынау, егер де мынаның астынан алсақ, онда мына жерлер жаны тесік, үлкен тесік болып қалады. Сондықтан мынау арасынан, мынау нелердің, ілмектердің арасынан біреу алдым. Екеу. Мына жерде де арасына кіргізіп, егер астынан алатын болсам, үлкен тесік болып қалады. Мына осылай әр қайсынан екеуден алып шығамын. Осылай әр қайсынан екеуден алып кете бересіз. Мына жерге келгенше, мынау біздің шынжырларымызға келгенше, осылай екеуден алып кете бересіз айналдыра. Негізі неше ілмек алынды айналдырған кезде жазып алғаныңыз дұрыс. Немесе мынау жұп зат болғаннан кейін мына орамның бір жіпті сыртынан, бір жіпті ішінен ортасынан алыңызда кезек-кезек 3-4 қатар мынаусын, 3-4 қатар екіншісін тоқып отырыңыз. Егер жазып алуға ерінсеңіз, сонда жаныспайсыз. Неше ілмек алғаныңызды, мынау жұп екі қысқа шолыңыз, шәркеңіз екі түрлі болып қалмайды. Ал қыздар осылай айналдырып, мына жерден екеуден аламыз. Енді мынау біздің шынжырға келген кезде, бұл жерде бізде неше 9 ілмек болды ма?
9 ilmek болса, сол 9 ilmekті кәдімгідей етіп бір-біреуден мына өрім болып тұр ғой. Осының бір қабырғасынан бір-біреуден тоқып шығасыз. 3 4 5 6 7 8 9. Енді мына жағынан да солай 9 тоқып шығасыз. Айналдыра мына жерге дейін келейік, өкшеге дейін. Жаңа бастаған жағымызға дейін келейік, айналдырып. Ал қыздар, мына өкшені бастаған жерге келдік біз, бағанаға. Мына, енді осы өкшенің бірінші, мына жерде 9 ilmek болу керек бізде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бірінші біз мына өкшемен жалғанып аламыз. Соединительный дейді оны. Айналдыра тоққанда жалғанамыз ғой, сол сияқты жалғанып аламыз. Енді мына 9 ilmekті қалай тоқимыз? Мына бірінші. Так. Басымнан қоймын. Мына жерге бірінші жалғанып алайық. Енді мына 9 ilmekті қалай тоқимыз? Біріншісін тағы да солай соединительный қыламыз. Мін. Жай ғана іліп алдық, тоққан жоқпыз, е? Екіншісін кәдімгідей орамы жоқ бағанша етіп тоқимыз. Үшіншісін жартылай бағанша, мына осылай іліп алдық. Үшеуінен өткіздік. Ал енді ортадағы үшеуін орамы бар бағанша етіп тоқимыз. Сонда ортасы биіктеу болады, міне қараңыздар. Ортасы биіктеу болды. Енді мынаны қайтадан солай істейміз, міне. Жартылай бағанша, ой, полустолбик дейді ғой, с накидом. Орам бар. Енді орамы жоқ бағанша кәдімгідей жай. Және ең соңғысын тоқымай мынандай соединительный аламыз. Болды. Енді былай қарай кәдімгідей айналдыра тоқып кете бересіз. Енді қараңыз, мына жері биіктеу болды. Енді былай айналдыра соңына дейін тоқисыз. Айналдырып, және мынаның үстінен бір өтесіз. Болды. Сонымен неңіз бітеді, шәркейіңіздің тоқылуы. Сонымен аяқталады. Жібін үзіп, жасырып қоя саласыз. Бұл былай қарай айналдыра тоқып кете бересіздер. Енді мына ең соңын кәдімгі мынау соединительный дейтін қой, жартылай бағанша осымен бекітеміз. Былай тексеріп алыңыздар. Менде көрдіңіздер ме, тығыз етіп тоққан. Бірақ мынау киіп көргенде, киіп көргеннен кейін мынау созылады. Қаншалықты мықты жіп болса да, кигеннен кейін созылады. Сол үшін мейлінше тығыз етіп тоқып отырмын. Аяққа кетін білесіздер ғой, салбырап кетпес үшін. Қидым. Болды, енді мына жіпті ішіне қарай жасырамыз. Бір іліп алған жақсы, шығып кетпес үшін. Болды, енді мынаны араларына осылай. Жіптердің қабырғаларына, ілмектердің қабырғаларынан өткізіп, қиғашынан 1-2 сантиметрге 2 сантиметрге дейін былай осылай өткізіп қиып тастайсыз. Мынандай қабырғаларынан өткізген жасты. Ар жағынан шығып кетпес үшін. Так, бізде тағы да осындай нелер бар. Мына жерде бар осындай жіп. Мына жерде бар осындай жіп. Оларды да жаңағыдай әдіспен жасырасыз. Мен уақыт алмай қойын. Мені мынауым тағы да айтам, мына шәркем сәл ұзындау болып тұрған себебі бірнеше рет киіп көргем. Мына, осылай болды. Көрдіңіз бе, жалпиып та кеткен.
киіп көрген ғой өзім аяғыма өлшеп. Ал енді сіздерге сәттілік. Мен тек қана сіздерге несін көрсеттім, үлгісін, принцип. Ары қарай өздеріңіз өлшемін, мынандай нелерін, былай обвязканы ары қарай түрлендіріп тоқи беріңіздер. Сәттілік тілеймін сіздерге. Каналыма қолдау көрсетіп, лайк, комментарий басып қоюды ұмытпаңыздар. Мен тағы да жаңа видеолар шығарамын сіздер үшін. Сау болыңыздар.